Барлықтарыңызға тағы да қайырлы күн. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы талаптыға нұр жауар. Бүгінгі сабағымыз ашық сабақ ретінде өткізіліп отыр. Сабағымызға мектеп әкімшілігінен және менің оқып жатырған университетім Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінен оқытушылар және өзге де студент практиканттар алып отыр. Сондықтан балалар бүгінгі сабақта белсенділік танытамыз, камераларымызды қосып отырамыз және барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер ме тағы да? Сабаққа белсенді қатысайық балалар. Бүгінгі сабаққа сіздердің нақты мақсаттарыңызды айқындап қойдым. 3-тоқсан бойы өтілген шығармаларды қайталайсыздар. Көркем шығармаларды, олардың кейіпкерлерін салыстырасыздар және шығарма кейіпкерлері образдарына талдау жасайсыздар. Мен үнемі айтып отыратындай, балалар әр сабақ сайын қайталайтындай, қайталау білімнің анасы, қазір оны біз миымызға құйып алдық. Қайталамасақ, біз жаңа білімді меңгере алмайды екенбіз. Енді экранда өздеріңіз көріп отырған, мен 4 тұлғаның, ірі тұлғалардың суреттерін шығарып қойдым. Бұның мағынасы қандай, не үшін қойдым, және бұл суреттегі кісілердің біздің әдебиетімізге қатысы қанша. Осымен алдымен сабағымызға психологиялық ахуал тудырып жіберейік. Кәне, кім жауап береді, балалар? Бізде Дана бар, Айгүл бар. Нұрасыл, Айерке, Шапағат. Камераларыңызды қосыңыздар. Ең бірінші суретте Мағжан Жұмабаевтар. Ол кісі 1893 жылы туылып, 1938 жылы келген Солтүстік Қазақстан облысында. Және де ол кісі Батыр Баян жырын жазған. Өте жақсы. Яғни біз 3-тоқсанды бастаған Батыр Баян шығармасының авторы екен. Жарайсыздар? Екінші мәтінде Мұхтар Әуезов. Ол Шығыс Қазақстан облысында 1897 жылы дүниеге келген. Жақсы. Шапағат, камераңызды қосып отырыңыз, жарай ма? Жақсы, оқушылар, келесі. Мына кісілер туралы не айтасыздар? Үшінші суретте Қасым Қайсенов. Жақсы. Ардагер, партизан, бас редактордың 18 жылы туып, 2006 жылы қайтыс болған адам. Өте жақсы. Қай шығарманың авторы екен біз өткен? Жау тылындағы баланың авторы. Жақсы, жарайсыздар. Жау тылындағы бала шығармасының авторы екен. Ал Мұхтар Әуезов қай шығарманың авторы? Біз айтпай кеттік. Қасқырды қанша бақсаң да, орманға қарап ұлиды деген. Көксерек. Көксерек, ұмытпаймыз балалар. Жақсы. Көксерек. Соңғы тұлғамыз? Сансызбай Сарғасқаев. Жақсы. Қай шығарманың авторы екен? Тәмпіш қара шығармасының авторы. Жақсы, Тәмпіш қара шығармасының авторы екен. Біз айтып өттік, шығармаларды автормен сәйкестіре аламыз. Тәмпіш қара шығармасының авторы Сансызбай Сарғасқаев, Батыр Баян жырының авторы Мағжан Жұмабаев, Көксерек повесінің авторы Мұхтар Әуезов және Жау тылындағы бала шығармасының авторы Қасым Қайсенов болды. Осы 4 шығарманы біз 3-тоқсаннан бері оқып, түсініп, талдап келе жатырмыз. Жақсы, жауабымызды тексерейік. Өте жақсы, балалар. Бізде кім қатысып? Ұлдар сабаққа қатысамыз. Нұрасыл, камераңызды қосып сабаққа қатысып отырыңыз. Айерке, камераңызды қоса қойыңыз. Жақсы. Қандай сұлу қыздарсыздар? Енді келесі тағы да ескертіп өтейін. Бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі сабағымыз тек қайталауға арналады. Экранға мен сіздерге шығармалар мен оларға қатысты бірнеше ақпарат беріп қойдым. Осы шығармалардың ішінде бірнеше қате бар. Осы ақпараттардың ішінде. Соны табайық, неге қате, оны қалай дұрыстаймыз, соны орындайық. Апай, Батыр Баян жыры басқа жылы жасалынған. Бірақ қай жылы жасалғанын ұмытып тұрмын.
Яғни мына 1961 жыл деген хронология дұрыс емес деп ойлайсыз, Қате, иә? Иә, не себепті? Иә. Себебі қандай екен? Батыр Баян шығармасындағы кейіпкерлерді есімізге түсірейікші. Батыр Баян ол Батыр бар, иә, Қалмақтар бар, Абылай хан бар балалар. Ол қай кезең? Абылай ханның тұсында жазылған Иә, дұрыс айтасыздар. Абылай хан 18-ші ғасырлар. көрсетеді екен. Иә, Батыр Баян шығармасы, дұрыс айтасыз, Анель. 18-ші ғасырға қатысты шығарма екен. Жақсы, келесі. Көксерек шығармасына қатысты ақпараттардың ішінде қате бар ма? Келдібай. 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 Иә. Келдібай Не деп. себепті қате деп ойлайсыздар? Себебі көксерек шығармасында көксерек және құрмаш болу деп ойлаймын. Сосын Иә. Аққасқаның иесі болды. Бірақ оның аты Келдібай болмаған есімде. Дұрыс айтасыздар. Оның аты Келдібай емес. Аққасқаның иесі Бейсенбай жылқышы болатын, иә? Иә. Иә. Ал бұл Келдібай қай шығармада еді? Есімізге түсірейікші. Сондай бір белді, беделді, бір лауазымы бар кісінің рөлін ойнайтын, иә? Образы болатын. Нұрасыл чатқа жазып жатырсыз, жақсы. Бейсенбай жылқышы дейді. Енді Нұрасыл, сіз Келдібай қай шығарманың кейіпкері деп ойлайсыз? Есімізге түсіреміз, балалар. Тартым жауап берулеріңізге болады, иә? Жасасын қателік деген сөз. Қателесуден қорықпаймыз. Жоқ, тағы да есімізге түсіріп көрейік. Директор болатын. Жаншатайдың ағасы болатын. Иә, дұрыс айтасыздар. Тәмпішқара шығармасында директор болатын, иә, Келдібай. Жақсы. Келесі. Жау тылындағы бала. Бұл жерде қате бар ма? Болса, қандай қате бар екен? Жоқ, апай, дұрыс. Жоқ, апай. Иә, Дұрыс. қате жоқ екен. Жақсы. Сейлік жау тылындағы баладағы атауда тұрған бала, иә? 10 жасар партизан бала. Жақсы. Келесі. Тәмпіш қара шығармасына қатысты. Қате көріп тұрмыз ба? Ол шығармасында Ұлы Отан соғысы емес, тәмпіш қара қаладан келген Тәмпішқарада қаладан келген бала туралы айтылған, сондықтан ол Жақсы, жерде дұрыс айтасыздар. Мен артқа қайтарайын, алдыға кетіп қалды, иә? Жақсы, балалар, яғни Ұлы Отан соғысы деген ақпарат Тәмпішқараға қатысты емес екен. Тәмпішқара қай кезеңде жазылған шығарма еді? Қай жылдары жазылды? Ол жерде Мұхтар Әуезовтің шығармалары айтылатын. 974. Иә, аяулым. 974 жылда жазылған. Жақсы. Оқушылар камераларымызды қосып отыруды ұмытпаймыз. Енді мен сіздерге тағы да бір жасырын ұяшықтар дайындап қойдым. Енді осы ұяшықтардың ішінде бір керемет тосынсый бар. Осы ұяшықтардың ішінде бір ұяшықта керемет тосынсый жасырылған, ол 10 балл. Яғни бүгінгі сабаққа автоматты түрде 10 балл қойылады екен. Соны тауып көрейік, басқа сұрақтарымызға да жауап берейік. Енді бұл тапсырманы айтып өтейін. Мына кез келген ұяшықтың бірін таңдайсыз. Ішіндегі осы 4 шығармаға қатысты бір кейіпкерге мінездеме бересіздер. Кім бастайды екен? Арамыздағы батылымыз. Менмін дейтін, қорықпайтын, иә? Бізде кім бар екен? Айерке, сабаққа қатысып отырыңыз. Нұрасыл. Кәне, кім бастайды? Апай, сұр ұяшықта мен. Анель бастайды екен. Сұр, осы мына ұяшық қой, иә? Жақсы. Серік дейді. Бірден қай шығарманың авторы екен айтып өтеміз? Ой, кешіріңіздер, кейіпкері. Серік ол кішкентай кезінде Ұлы Отан соғысы, яғни үлкен адамдардың қатарында, кішкентай екендігіне қарамай партизандардың қатарында жүреді.
кішкентай кезінен ата анасынан айырылады сол партизандардың шабуыл жасағаны. Қай шығарма? Бірден айтып өтейік. Жау тылындағы бала. Жау тылындағы бала, жақсы. Мінездеме берейікші, Серік қандай бала еді? Қайсар еді, иә? Иә, шыншыл, қайсар, бірден беріле салмайтын. Иә. Өзі Тапқыр болатын, байқампаз болатын, иә? Басқа жолға түсіп кеткенін бірден байқап еді ғой? Жолын иә, басқа жолға түсіп кеткен бірден байқап, белгі береді. иә, дұрыс айтады Анель. Яғни Серік өте ұнамды образ болатын бізге, иә, бәріміз ұнаттық Серікті. Жақсы, келесі Шапағат, сіз таңдаңыз онда. Естілмеді маған? Көк, иә? Көктің бұл. Қайсы көк? Ашық көк, қою көк? Ашық. Ашық көк, жақсы. Шаншатай дейді. Шаншатай ол Тәмпіш Қараның кейіпкері болады. Шаншатай ол өзінің жастан қарап, ол бір ақылды, бір тапқыр бала болатын. Ол өзінің мінезі жақсы болатын, десе болады. Және ол мейірімді болған. Мейірімді болатын, иә? Дұрыс айтады Шапағат. Ұқыпты бала болған бір жағынан. Ұқыпты бала болатын, иә. Тәртіпті. Тәртіпті болатын, ақылды болатын, білімпаз болатын, иә? Газеттер оқып, басқа балалардың өзгеруіне осы Шаншатайдың үлкен көмегі бар болатын, иә, балалар? Асық ойнап, таңнан кешке дейін ойын қуалап ауылға жүрген келгені. балаларды сабаққа қызықтырып, қабырға газеттерін шығарып, тіпті ойын бауырсақ пьесасын қойған болатын, иә, үлкендерге. Сондай ұйымдастырушы, көшбасшы бала болатын. Естеріңізде ме? Арамыздан атап сайламаса да, біз Шаншатайды өзіміздің командиріміз ретінде көретінбіз деген жолдар бар еді бұл шығармада, иә? Осыған қарап, Шаншатайдың көшбасшы, сондай ақылды, тәртіпті бала болғанын біз білеміз. Біле аламыз. Дұрыс айтады. Келесі Айерке. Айерке, сіздің даусыңыз бізге естілмейді. Нұрасыл, сіздің де даусыңыз естілмейді. WhatsApp-қа жазып жатыр, балалар естілмей жатыр деп. Осы жерде чатқа жазсаңыздар. Иә, айта қойыңыз. Аяулым. Сары яшық. Сары ұяшық. Жақсы. Құралай дейді. Қай шығармада еді? Құралай Батыр Баян. Дұрыс айтады Аяулым. Батыр Баян шығармасында еді. Ол Иә, мінезіне қалмақ берейік. жауынгердің қызы. Дұрыс айтады. Жақсы. Қандай мінездеме бересіз? Құралайдың образы сізге ұнады ма? Иә, ол өте сұлу және әдемі қыз болған. Әдемі қыз болатын. Қазақтың екі бірдей батыры ғашық болған әдемі қыз болды, иә? Қанша жаста еді бұл Құралай? Құралай. Өте жас қыз болатын, иә? Есіңізге түсірейік. Айерке жауап беріп жатыр. Бірақ дауысы естілмей тұр. WhatsApp-қа жазып жатырсыздар, иә? 14 жаста еді деп. Дұрыс айтасыздар балалар. 14 жасар қыз болатын. Жақсы, қалмақтың қызы болатын. Осы Құралайдың үгіттеуімен Ноян елін сатып, қалмақ жеріне қашқан болатын. Сол себепті Батыр Баян олардың екеуін де өлтіріп тастаған болатын. Үнемі қайталап отырамыз балалар, иә? Жақсы, келесі тез жауап берейік балалар. Біздің уақытымыз шектеулі екенін ұмытпайық. Дана, сіз қайсы ұяшықты таңдайсыз? Балалар. Мен қазір Тыңдап отырмыз сіздерді. Белсенді болайық балалар. Кәне,
Онда мен өзім айтам. Ерке, сіз чатқа жазыңыз, қай ұяшықты таңдайтыныңызды, жауабын бәрін чатқа жазып отырасыз. Нұрасыл, сіз де чатқа жазыңыз, микрофон істемейді деп, бұлай отыра алмаймыз, жарай ма? Мен сіздерді жан жақтан WhatsApp-қа жазсаңыздар да қарап отыра аламын. Анель қайтадан таңдай ғой, 2 реттен таңдай берейік ондай болса. 10 бала алуға ұмтылмаймыз ба? Жасыл да апай. Жасыл. Анель тосын сыйға ие болды, я? Бүгінгі сабаққа Анельге автоматты 10 бал қойылады. Бірақ бұл тосын сыйсыз да, Анель бүгінгі сабағымызға керемет қатысып отыр екен. Ерке, ақты таңдаймын дейді. Жақсы. Құрмаш. Ерке чатқа жазады. Оған дейін басқа ұяшыққа Дана жауап бере береді. Дана. Камераларымыз қосамыз, балалар, өшіріп тастамаймыз. Сабақ аяқталған жоқ әлі. Апай, мен қызылға жауап берсем көп ма? Қызыл. Бейсекүл дейді. Бір-бірімізге көмектесуге болады, я, балалар? Шапағат ойланғанша. Бейсекүл ол тәмпіш бала шығармасындағы. Дұрыс айтады Анель, я? Сонда кейіпкер. Тәмпіш қара шығармасындағы кейіпкер, я? Образы қандай екен? Тәмпіш қара шығармасында Ертай, я? Бірінші жақта жазылған шығарма. Ертай осы Бейсекүлдің суретін салып, газетке жіберген еді. Кез келген адамның суретін сала бермейді ғой, балалар, я? Белгілі бір өзінің образы болу керек. Шапағатқа көмектесуімізге болады, балалар. Апай. Я? Бейсекүл ол ауылдың қарапайым баласы болған. Қарапайым қызы болған, я, жақсы. Масақ теретін, я, балалармен бірге. Сонда жылдан болатын. Өзі сөзге шебер қыз еді. Жақсы қасиеттерді тез сіңіретін. Дұрыс айтасыз, бойына жақсы қасиеттер тез сіңіретін. Ертаймен ұрысып жүргеніне қарамастан, бір-біріне көмектесетін балалар. Жақсы. Ерке, жауабыңыз дайын болды ма? Құрмаш көксерек әңгімесінің кейіпкері. Ол көксеректі кішкентай кезінен қарап асырайтын дейді Ерке. Дұрыс айтасыз. Көксерек әңгімесінің кейіпкері. Басқа балаларда Құрмашқа айтайықшы, Құрмаш қандай еді? Дана, Шапағат, Анель, Нұрасыл, Аяулым. Дана, микрофоныңыз өшіп тұрса, жауап беріп жатқан сияқтысыз. Құрмаш ақылды, мейірімді кейіпкер болған. Бала болған. Ол жануарларды ұнататын ғой деймін апай, егер қасқырды да үйреткісі келсе. Дұрыс айтады Дана, я? Қасқыр екеніне қарамастан, дұрыстап асырайтын. Осы Құрмашты көксеректі қасына алып жату үшін
Әжесінің қойнынан да шығып кеткен болатын, иә? Құрмаш ақкөңіл, мейірімді жанашыр. Иә. Ерке жазып жатыр Иә, екен, Құрмаш ол келгелі ақкөңіл. әжесінің жанына жатпайды. Үндесуге тез бар. Дұрыс айтасыздар, балалар. Ендеше мына ұяшықтарды тез-тез ашамыз. Бір-бірден жауап береміз, кәне. Баян. Әлібек қайта қосылып жатыр. Балалардың интернет әлсіз болып Баян тұр. еліне Батыр, жақсы көретін батыр адам болады. Ол елін сатқан адамды ұнатады. ел қорғап, батыр, өжет. Дұрыс айтасыздар. Батыр, намысшыл, батыл, иә? Қайсар. 100 жауынгермен ғана жауға шауып кеткен. Сол соғыста қаза болды Баян. Қызын жақсы көрсе де өз елін сатпай. Дұрыс айтасыздар. Келесі. Күлгінді ашып тастайық. Тамара. Қай шығармада еді? Ерке, дұрыс айтасыз. Баян батыр өзінің еліне адал дейді. Тамара қай шығармада еді, балалар? Есімізге түсіреміз, иә? Жау тылындағы бала. Жау тылындағы бала, жақсы. Образы қандай еді? Бәріміз ашуланған болатынбыз Тамараға, иә? Бір жақтан ол өзі сатқын болған десе айтуға болады. Иә, сатқын деп айтуымызға болады екен. Серікті, Анна екеуін сатып жібермек болды, иә? Құрбысы болғанына қарамастан. Иә. Неміс фашистермен бірге тамақтанып, үйіне шақыратын, иә? Иә. Ол басқа сол ешкімге көмектесіп келмей тек келген. Дұрыс айтады Шапағат, жарайсыз. Ноян дейді. Ол Батыр Баяндағы кейіпкер. Батыр Баяндағы кейіпкер, иә? Батыр Баянның інісі. Образы қандай еді? Бізге ұнады ма? Ол жасайды. Иә. Ноян Ол батыр болғанымен қалмақ қызымен бірге қашып. басымен Мхм. жүрегіне сенетін. Жүрегімен ойланатын. Иә. Ақылымен емес, жүрегімен ойланатын, иә? Махаббат үшін, ғашығы үшін өз елін, өз ағасына қарамастан қалмақ еліне кете барған еді. Ерке жазып жатыр, жақсы Ерке. Келесі, Теке қарт. Теке қарт қай шығармада еді? Жақында ғана таныстық. Өздеріңіз жақсы талдаған болатынсыздар. Тамшы қарадағы ма? Иә, Тамшы қарадағы газет Тамшы тасушылықтаймыз. қарадағы. Иә. Жауап беруге қысылмаймыз, жарай ма? Иә, Тамшы қара шығармасындағы кейіпкер болатын. Газет таситын, иә? Балалардың көңіл күйін үшін балаларға қаладан, аудан орталығынан мампаси деп аталатын қазір біз жеп жүрген чупа-чупс, иә? Соны әкеп беру үшін өзінің жалғыз ешкісін сатып жіберген еді. Соған қарап біз оның балаға деген мейірімін, ақкөңілдігін, сондай жүрегінің кеңдігін біле алады екенбіз. Кіммен болса амандасып, жөн сұрасып, жалғыз қойының, жалғыз қорасындағы малын сұрайтын. Сондай бір керемет кісі еді образы, иә? Жақсы, және соңғысы ақ қасқа. Ақ қасқа тез не Көксерек шығармасында. Мықты және шығармасындағы ол жыртқыш болған. Ол өзінің бірдей болған бойлы. Адал болатын. Адал болатын есіне. Иә, Бейсенбай жылқышының қасқыр алатын иті, иә, төбеті. Жақсы, балалар, біз әлі де 90 қайталау сабақтарымыз бар. Сол кезде барлығын қайтадан қайталаймыз. Қазір енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма бізде Тәмпіш қараға арналады. Тәмпіш қара кейіпкерлерін есіңе түсір. Автор кейіпкерлерді қалай суреттейді? Сәйкестендір дейді. Міне сіздерде автордың сипаттамасы тұр. Одан кейін
нұсқалар бар. Қазір осыны жеке орындаймыз, одан кейін жауап беретін боламыз. Бұл өте оңай, өздеріңіз жақсы білетін. Сондықтан сіздерге 2 минут қана уақыт беріледі. Дайын болсаңыздар айта берулеріңізге болады, уақытты күтпей. Нұрәлі енді қосылып жатыр екен. Мен айтайын, апай. Анель, жарайсыз? Біріншісінде, апай, кейде біз оны көсеуқұл дейміз деген иманбекті сөйтіп айтатын. Кейде біз оны көсеуқұл дейміз. Айтқандай қолы да, бойы да ұзын бала. Өзі ап-арық жүргенде дәл сұрақ белгісі секілді басын төмен салып имиіп жүреді. Жағына пышақ жанығандай терісі сүйегіне жабысып қалған, көзі де мөлиіп, өлімтік малдың көзі құсап тұрады. Қысқасы, кескінсіз дейді. Бұл кім екен? Иманбек. Иманбек, Иманбектің образы қандай еді, балалар? Бізге ұнады ма оның образы? Қатты емес десе. Шапағат айта ғой. Сет ұстамай жатыр деп WhatsApp-қа жазып жатыр екен балалар. Апай, Тыңдап отырмын. 2А болуы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес. Менің ойымша ол Оңалбек болады. Оңалбек дұрыс айтады. Кәне оқиықшы. Өзі аңқау. Өзі аңқау, не айтсаң соған сенгіш. Соған сенгіш, бас балалар секілді шымыр емес. Болбыр, әрі жуас. Сондықтан өзіне кішкентайлардан таяқ жеп қалады. Бұл Оңалбек екен, Оңалбек. Оңалбек күзетші ағайдың баласы болатын, Күлдәрінің інісі. Екеуі бірге мектепті күзететін балалар сабақта болмаған кезде. Талай қызықты оқиғалар болды, жақсы. Күзетіп отыратын екеу. Дұрыс айтады. Келесі, 3-ші. Қиқар, тіліде қыршаңқы, қыздан гөрі ер балаға ұқсас. Жауырынды келген, қол аяғы балғадай ақ сары қыз дейді. Күлдәрі екен, Жақсы ерке. Кәрі, мектепте кіммен кездесетін балалар оңашада? 4-шісі Шаншатай. 4-ші Шаншатай, Күлдәрі мектепте кіммен кездесетін еді оңашада? Иманбекпен кездесетін, балалар? Осы кезде кешіріңіздер. Ертай мен Оңалбектің махаббат дейтін қызықты жерлер бар болатын шығармада, Жақсы, келесі 4-шісін толық оқып шыға қой, Анель. Аяулым оқи қой, аяулым оқысыншы. Сабаққа белсенді қатысайық, балалар. Аяулым, камераңызды қосыңыз. Денесі түтінге ысталғандай қара қоңыр деп басталады. Анель оқығыңыз кеп тұр ғой, дейм, оқи қойыңыз. Денесі түтінге ысталғандай қара қоңыр, әрі май жаққанда жылтырап тұр. Бұлшық еттері білеуленіп шығып бұлтеді. Екі шекесі торсықтай жалпақ. Маңдайына ұсқып түскен бұйра қара шашында су тамырлары күн сәулесімен таңғы шықшықтай жалтырайды. Қабағы да төңкере салған кесе секілді. Бетінің еті де қал, бірақ ерні жұқа. Ақыр ғана
жымиып күлгенде қаз-қатар аппақ тістері тізілген ақ моншақтай көрінді. Оншама бойшаң да емес. Шымыр дейді, бұл Шаншатай туралы екен. Дұрыс жауаптар экранға шықты. Жақсы балалар, дұрыс жауап бердіңіздер. Енді қай баланың образы саған көбірек ұнайды? Неге дейді? Шаншатай, Оңалбек, Иманбек, Күлдәрі. Осы балалардың ішінде қай баланың образы сіздерге ұнады? Маған Шаншатайдікі, себебі Шаншатай. ол ұқыпты, тәртіпті, мейірімді. Жақсы балалар. Шаншатай барлығымызға ұнағаны сөзсіз. Жақсы. Енді сабағымызды ақырындап қорытындылайық. Бұл шығармадан мен не түйдім дейді. Батыр баян, көксерек, жау тылындағы бала, тәмпіш қара. Өздеріңізге барынша қатты әсер еткен, сүйіп оқыған шығарманың сіздер қандай шығармадан қандай тәрбиелік мән алдыңыздар? Көксерек. Маған өзіме көксерек. Көксерек маған қатты ұнады. Өйткені ол жерде мейіріммен көрсеткенде шындықты айтылғандай. Егер сен мейіріммен адамға жасасаң, мейірім саған әрдайым қайтпайтынын айтылғандай. Жақсы. Көксерек қатты ұнапты, табиғат пен адам Маған да көксерек қатты ұнады. ау керек дедік, біз қорытындыладық солай. Жақсы. Айерке, сізге қайсысы ұнады? Нұрали, Айдана, Алибек, неге қатыспай отырмыз сабаққа? Айданаға Батыр баян поэмасы ұнапты. Жақсы. Несімен ұнады Айдана? Отанды сүю керек деген. Айдана маған жеке жазып жатыр екен, Батыр баян поэмасы ұнады дейді. Жақсы. Тәмпіш қара ұнамады ма балалар? Жау тылындағы бала ше. Олардың да бір үлкен Алибек көксерек ұнады дейді. Жақсы. Маған да тәмпіш қарадан ұнады. Нұрали. Маған екеуі де бірақ ұнады, бірақ ол жерде көп кейіпкер болғандықтан мен оларды жаттап үлгермедім. Жақсы. Есімде қатты қалмады. Мен осы шығармалардың ішінде тәмпіш қараны қатты сүйіп оқыдым мектеп кезінде де, сіздермен бірге оқыған кезде де, маған Шаншатайдың басқа балаларға берген үлгісі, жалпы шығарманың тәрбиелік мәні өте жоғары болды. Болашақта өтетін шығармаларды жоғары дәрежеде талдаймыз. Жақсы балалар, сабағымыз аяқталуға жақын. Бізде бағалау әдеттегідей өзін-өзі бағалау, себебі өзін әділ бағалай алған адам болашақта ешқашан ұтылмайды. Қане бағалап жіберейік өзімізді. Өздеріңізді қалай бағалайсыздар? Неге олай бағаладыңыздар? Мен өзімді орташа бағаламын. Мен барлығына жауап бере алмаймын. Жақсы, Шапағат өзін орташа бағалапты, Анел жоғары бағалапты. Дана, сіз өзіңізді қалай бағалайсыз? Орташа, өйткені мен кейде кейіпкерлерді қатты танымағандықтан заикаться еттім. Заикация деген қазақшасы қалай еді? Орысша сөздер қолданбауға тырысамыз, Тосылып қалып отырдыңыздар, Жақсы балалар, бағалаудың ең дұрыс түрі өзін-өзі бағалау. Өзімізді әділ бағалап үйренейік. Жақсы балалар. Енді сабағымыздың соңғы кезеңі рефлексия. Сіздердің экрандарыңызға блоб 3 ағашы, блоб ағашы шықты. Әртүрлі адамдар бар міне. Осы бойынша бүгінгі сабаққа кері байланыс берейікші. Өзіңізді қайсы ретінде елестетесіз? Неге? Экранды сызуларыңызға болады, белгілеп домалақтасаңыздар болады, білесіздер. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Несімен ұнады? Ұнамаса неге олай болды? Өз пікірлеріңді білдіре қойыңдар. Маған сабақ қатты ұнады, түсінікті және қысқаша жеңіл өтті. Жақсы. Қайталау жақсы ғой, Өткен сабақтарды қайталадық. Бізге қайтадан түсірдік, сондықтан ұнады. Жақсы, Анел. Шапағат, сізге ұнады ма сабақ? Айерке, Нұрали. Маған өте қатты ұнады. Бүгінгі мақсатым сабақ өте жеңіл әрі оңай өтті.
иә. Алибек сабаққа жауап бере алмаса да